Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамының НГД-4 өндірістік аумағында жерасты суының қысымын сақтау мақсатында, теңіз суымен сақтау мақсатында жүргізіліп отырған құбырдың, теңіз су құбырының жарылу себебінен жер ластануы анықталды. Қазір таңда құбырды өңдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және экология департаментінің зертхана аналитик бақылау мамандарының жер топырақ сынамасы алынып, зерттеу жұмыстары жүргізілетін болады. Сынама жұмыстары және ластану көлемін анықтау Өзенмұнайгаз акционерлік қоғамы өкілдерінің қатысуымен жүріп жатыр. Мен мұнай дайындау және өндірістік қызмет басқармасында өндірістік технология басқарманың жетекшісі болып жасаймын. Жолдасов Сандыбаймын. Енді жаңағы ақпарат бойынша бізден теңіз су 1020-да 12-лік қалыңдығы теңіз су құбыры апат болған. Ол жаңа ақпарат бойынша май қалдықтары кетпеген расталды. Сынақтама тексеріс кезінде құрамында май қалдықтары болған жоқ. Теңіз суының нақты теңіз су екенін дәлелін көрсетіп отыр.